Алматы. Максим Горький атындағы мемлекеттік академиялық орыс драма театрының әртістері 90 минуттық спектакльге 9 ай бойы дайындалды. Көптен күткен қойылымның бүгін тұсауы кесілді. Алпамыс туралы аңызға негізделген бұл туынды аманат деп аталады. Бұл күн толқынысқа толы, әртістер абыржулы, себебі жауапты сәт жақындады. Жыл бойғы еңбектің нәтижесін көрсету көрермендер алдында үлкен сын. Десе де шығармашылық топ соңғы дайындықтарын пысықтап, жаңа шығарманы келушілерге көрсетуге асық. Алпамыс жөнінде кезінде 70-ші жылдардың екінші жартысында Еркеғали Рахматов опера жазған. Оны кейінгі аралықта Ақселеу Сейдімбек ағамыз оны проза тіліне аударған. Бұл жөнінде балаларға мультфильмдер бар бүгінгі күнде. Бұл өте ел ішінде бүгінгі біздің тәуелсіз мемлекетіміздің жастарының, ересектерінің арасында кең тараған туындылардың біреуі батырлар жырының ішіндегі. Аңыздың аты өзгерген, мағынасында да ерекшеліктер бар. Шығарма драмаға жақын. Спектакльде отанына деген сүйіспеншілік, ерлік, батырлық, жауапсыз махаббатта суреттеледі. Біз Алпамыс туралы пьеса таппадық, оны ешкім жазбапты. Сондықтан қолға алдық. Көрерменге Алпамысты басқаша көрсету мақсатында. Бұл қойылымды бірнеше рет сахналадық. Бұған дейін 4 нұсқасы болды. Оның бірі өзіме ұнамады, енді бірі ұжымға ұнамады. Көп жұмыс жасадық. Бұл соңғысы әрі нақтысы. 5-ші рет қойылса да кем-кетігін түзеп толыққанды туынды етіп шығардық. Атаңызға айналған батырдың ерлігін сахнада сомдаған Максим Ященко. Актер көп ізденгенін жасырмады. Алпамыс туралы ақпараттарды ақтарып, оның қаһармандығымен танысқан. Алпамыс это исторический. Театрда тарихи туындыны ойнап шығу өте қиын. Көрермендерді алдай алмайсың. Олар бұл аңызды біледі. Сондықтан шынайы образды сомдауың қажет. Барынша эпосқа жақын. Батырдың бойындағы жауынгерлік қасиетін көрсетуге тырыстым. Ғасырдан астам тарихы бар театр 115-ші маусымын жемісті жапты, ал жаңа маусымды жаңа туындымен ашты. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай батырлар эпосын көрермен назарына ұсынды. Патриоттық сезімге толы қойылымның кейінгі ұрпаққа берері мол. Себебі елімдеп ерлік еткен батырлардың бүгінгі ұрпаққа қалдырған аманаты тәуелсіздік. Камила Мәулен, мәдениетке саяхат, Астана.